бұл сөз жеңіс күнінің сөзі. Жеңіс күнінің сөзі. Жеңіс күні кім болады? Керқұлға жиені болады, иә? Жиені болады, яғни бай қуатты жиені болады екен, иә? Жақсы, рахмет. Енді келесі тапсырмамыз балдар біздің топтық жұмыста болады. Яғни топтық жұмыста бірінші осы шығармадан алатын біздің ұлттық құндылығымыз қандай, одан қандай түсінік аламыз, яғни сол топтың өзіміздің ойымыз және осы шығармаға ұқсас қандай шығарманы білесіңдер. Қай топтайын екен? Бірінші топ, жақсы, келеміз ортаға. Ал енді біз шыққан ортадан тәуекел той әңгімесіндегі ұлттық құндылықтарға тоқталатын болсақ, яғни бұл шығарма негізінде қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға негізделген болып саналады және қоғамдағы адамдардың әрекеттерінен туған осындай бәсекелестік, өшпенділік сипаттары байқалады. Яғни біз бұл шығармада ұлттық құндылыққа негіз болған той жөніндегі әңгімелерді сөз тұра аламыз. Яғни бұл шығармада негізгі кейіпкер Керқұлдың тәуекел жасап той жасауының туған әрекеттері байқалады және шығармадағы тойдың болуынан дуасына қызық дегендей, тойдағы барлық қызықты осы шығармадан байқай аламыз. Жақсы, түсінік, бұдан не түсіндік? Тәуекел той бұл шығарма адам бойындағы батылдық пен тәуекелге бел болу қасиетін суреттеледі. Кейіпкер қиын жағдайға қарамастан шешімде қадам жасап, өз жолын табуға тырысады. Шығарма оқырманды қорықпай әрекет етуге сенім мен ерік-жігер танытуды үдейді. Жақсы, ал өздері ойларыңыз қалай жалпы шығарма жайында? Әңгімедегі аяқтың түрі бәсекелестердің арасында таңғажалықтың шегіне жеткенде куә боламыз. Жалпы осы тәуекел тойға ұқсас қандай шығармаларды білеміз? Тәуекел той шығармасына ұқсас шығарма ол бізде қалың елдің қазағын қайран жұртым Шерхан Мұртаза мен Абай Құнанбайұлы екеуі екі дәуірдің тұлғалары болса да, екеуі де қоғамдағы адамдар болып жатқан, қоғамдағы тұлғалардың болып жатқан әрекеттерін сынға салып айтып отырмын. Жақсы. Рахмет, жақсы. Екінші топ, әңгімелеріңіз. Айта кететін болсақ, бұл әңгімедегі ең басты құндылықтар, яғни қазіргі өмірдегі шындықтарға сәйкес келеді. Яғни ең бірінші айта кететін болсақ, ол тәуекелге бел буып той жасау. Мысалы, қазіргі таңда ол кредит алып жасап жатады ғой. Ал бұл шығарма әңгімеде болатын болса, осы Керқұлдың қонақтардың қалтасына сеніп кірхананы той жасау. Жақсы. Одан кейін түсінік, жалпы қандай түсінік бар? Менің ойымша тәуекел той шығармасында қазақ халқының салт дәстүрі, ерлік рухы, әрбір көрсеткен ұлттық құндылықтары көбірек сатып деп ойлаймын. Жақсы. Ал жалпы ойларыңыз қалай осы шығарма туралы? Бұл шығармада адам бойындағы көрмаушылық пен менмендікті көріп отырмыз. Жақсы. Жалпы бізде тәуекел тойға ұқсас шығарма ол тойдан қайтқан қазақтар, яғни тойдан қайтқан қазақтар шығармасында автор осы қарапайым тойдан қайтқан жатқан адамдарды қозғап отыр. Тәуекел тойдан соңында білмесе де оның сол тәуекел тойға Ал ұлттық құндылықтар жайында? Ұлттық құндылық дегеніміз әр халықтың рухани байлығы мен оның болмысын айқындайтын асыл мұра. Тойдағы ащы шындықты айтылады. Жақсы. Түсінік, қандай түсінік алдық осы шығармадан? Бұл шығармада ештеңеден кем қылмай той жасап, және де сол тойды қарызға батырып тұрады. Жарайсың. Жалпы ойларың қандай шығарма жайлы? Бұл шығарма жайлы ойларымыз, бұл шығармада ысырапшылдық, көре алмаушылық нақты айтылған. Бұл жерде той иесі өзіне тәуекел етіп, тойдан өндірем деген мақсатпен той өткізді. Ал ұқсас шығарма? Ұқсас шығарма біз тәуекел той шығармасына біркем дүниені алдық. Яғни сол біркем дүниедегі әрбір тойдың артында тәуекел тұратындығы және де дәл осы сезім адамның тіршілігінде кездесетіні туралы біркем дүниенің авторы кім? Шерхан Мұртаза. Бүгінгі ашық сабақтармен, яғни Шерхан Мұртазаның тәуекел той әңгімесіндегі яғни жалпы ұлттық құндылықтарға куә болдым және де ондағы тәуекелге бел буып той жасаған кейіпкерлердің іс-әрекеттерінен, яғни қоғамдағы өзекті тақырыптардың осы шығармада кіріктірілуіне куә болдым және жалпы сабақ маған өте қызықты болды. Екінші сұраққа жауап беретін болсақ, мен бұл шығармадан нақты ол тойда не айтылған жөніндегі, яғни шығарманың авторының негізгі ойын түсіндім. Қандай бағыт бойынша жасалғанын, яғни той туралы біраз ақпараттарды білдім. Үшінші сұраққа жауап беретін болсам, бүгінгі кейіпкерлерді даралау қиын болды маған. Бүгінгі сабақ жақсы өтті. Жарайсың, жақсы.
Мен өзімді оннан 8-ге бағыттаймын. Жарайсың. Бибинур. Осы сабақта мен өз белсенділігімді оннан 8 деп бағалаймын. Ұжалғас. Мен өзімді оннан 9 деп бағалаймын. Әсел. Мен өзімді оннан 9-ға бағалаймын. Ереман. Мен өзімді оннан 9-ға бағалаймын. Жарайсың. Сандуғаш. Мен өзім белсенділігімді оннан 9-ға бағалаймын. Жақсы. Жансері. Мен өз белсенділігімді оннан 6-ға бағалаймын. Ал. Еркасан. Ondan Ақиқасын сөз. Бүгінгі сабақта мен өз белсенділігімді оннан 7-ге бағалаймын.